Тәкен Әлімқұлов, Қара құлақ, аңыз аралас әңгіме. Бук трейлер. Наурыздың өңсіз таңы. Елең алаңда көш қамына кіріскен ауыл. Сол оншақты шаңырақтың бірі, ішіндегі дәулеті жұқасы, сарының отауы, әйелі Рақыш екеуі көшкелеспек. Ал бұл кез Рақыштың бетінде секпілі бар кез еді. Яғни ерлі зайыпты тұңғыштарын күтуде. Әйтсе де қара қоспаққа жалбия мініп алған Рақыштың бар ойы жайлауға тез жету еді. Шығармада түйе үстінде келе жатқан Рақыштың жастық шағын еске алған сәті суреттеледі. Алыстағы көшпелі елдің бойжеткен шолжаңы Сарға қалай жолығып еді. Көңіл сүйсініп еске алар жайттер емес әрине. Рақыштың риясы сенімі мен Сарының әрекеті әңгіменің басында баяндалады. Толығырақ білгіңіз келсе, шығарманы оқуыңыз шарт, қымбатты оқырман. Әрі қарай жол бойындағы уақиғаларға куә боласыз. Сарының Рақыштың бір сөзіне бола ашуға бой алдырып, қол көтеруге шақ қалғаны бар. Сол кездегі әйелінің «Ішімдегі күшікше тырнап жатқан нәрестеңді ұр» дегені Сарының шымбайына қатты батты. Өзіне тоқтау салды. Сарыны тоқтатқан тек дүниеге келер сәби ме, әлде өзінің әйелінсіз күні қараң екенін ұғынғандығынан ба? Мүмкін басқа себебі бар шығар. Жүкті әйелінің жолбарыстың жүрегіне жерік екендігін жеткізгені жат тілек болып естілсе де, Сары Рақыштың қалауын орындауға тырысты. Алайда ағайынның жолбарыс хақындағы бір ауыз сөзі оны тоқтатты. Себебі егжей-тегжейлі шығармада баяндалады. Әрі қызық, әрі қорқынышты. Оқып көріңіз. Сары қарап қалмады. Әйеліне қақпанға түскен қасқырдың жүрегін әкеп берді. Кейін бұл ісіне өкініп қаларын білмеді әлбетте. Екеуі керісіп қалғанда әйелін «қасқырсың-ау» дегенінде, әйелі осы жайтты бетіне басатын үнемі. Сары одан да сытылып шықты. Оқиғаның шиеленісетін кезеңі жайлауға жетпей, кенеттен Рақыштың толғағының басталуы. Бір жамандықты сездіргендей, аспанда ай тұтылды. Толғақтан әбден қалжыраған әйелі есеңгіреп, «Тұтылған-ай!» деп саусағын шошайтқанда Сары әбден састы. Бірақ бала кездегі көрген-білген ырымдарын жасап, есеңгіреген әйелінің есін жиғызғандай болды. Әттең, бұл тек қасіреттің басы ғана еді. Мұндағы оқиғаның бақытты нүктесі болмайды. Жоқ, олай деуге де бола қоймас. Сонымен Рақыш аманатын соңғы сөзін айтты. Өкінішке толы сөз. Олай-бұлай болып кетсем, бөпемді ішімнен жарып ал, өзімді ақырғы от тұтатқан шұңқырға қой деген әйелдің үмітке толы аманатын орындап, тек әйелін ғана емес, түсін көріп шошыған туманы, яғни құлағы қарайып, шарана ішінен көрінген құбыжықты әйелінің жанына қойды. Сөйтті де, «Қош болыңдар» деп, Сары әрі қарай жол тартты. Жол бойы бұл Сары нендей сары уайымға салынды десеңізші. Бұл құбыжық не болды? Шошқа ма өзі? Әйелім шошқа туам деп қиналып кетті ме? Мүмкін шошқа емес, қасқырдың жүрегін жеді ғой. Қасқырдың бөлтірігі емес пе? Деп тағы сарсаңға түсті. Біресе қасқырдың жүрегін босқа бердім деп өзінен алды. Ақыр соңында не де болса шошқа қасқыр бағып отырғаным дұрыс болмайтын еді деп өзін өзі жұбатып қояды тағы. Ал әрі қарайғы уайымы тіптен сүйкімсіз бұл Сарының. Оны енді өзіңіз оқып білерсіз. Сонымен Сары жайлауға жете ме? Әрине, толғақ үстінде мерт болған Рақыш пен Сарының ойынша құбыжық боп туылған сәбидің тағдыры аянышты екені рас. Бірақ осы тұста әңгіме соңына қарай берілетін екі бөтен тірі адамның мына бір диалогына құлақ салыңызшы. Есімі кім? Қара құлақ. Қоқай екен. Қарағым, бұл адамның өмір тарихы үрей. Сіз білетін шығарсыз. Шала шарпы ғана. Машина оралғанша ермек болсын. Шерте отырсаңыз қайтеді. Бұның хикаясын 3 күн жырласаң да таусылмайды. Тоқ етерін айтсаңызшы. Тоқ етерін қайырсам, бұл туғанда шошқа боп туған. Жарылмаған шарананың ішінде құлағы қарайып жатқан. Деп әңгіме әрі қарай жалғасын табады. Демек, сіз дәл таптыңыз. Қара құлақтың көрер жарығы болса керек. Әрі қарай оқиға қалай өрбиді, не болды, оны қырағы оқырман өзі оқып білсе керек.
Құрметті оқырмандар, жазушының осы және басқа да әңгімелерін, шығармаларын кітапханамыздағы «Бір ел бір кітап» акциясы атты кітап көрмесіндегі кітаптардан таба аласыздар.